Mine kızlar. Үлгергенімше түсіріп жатырмын. Кешірім сұраймын. Басынан үлгермедім. Матаны бірінші пішпей жатып, дублеринге отырғыздық міне. Дублерин. Барықтымызды дублеринге отырғыздық. Одан кейін барып, 4 бұрыш кезінде осылай 3 сантиметр, 3-4 сантиметр сызып алып, әр полосканы осылай сызып, кәдімгі үлкен шақтармен тігіп шықтым. Одан кейін барып, лекалаға салып осылай пішіп алдым. Мынау алдыңғы выточкеге, мынау алдыңғы 2 бөлік, мынау артқы бөлік. Одан кейін мынау выточкені тіктім, артқы выточкені. Одан кейін мынау алдыңғы выточкені тіктім. Осылай қырықпасаңыздар, мынау томпайып қалады. Енді қазір мынау 2 иығын тігем, подкладтың дәл солай 2 иығын тігем. Астарында дәл осылай пішіп аламыз. Мынау шеті былай келген, фасон болды. Қазір 2 иығын, сосын подкладының 2 иығын. Подкладты да дәл осылай пішіп аламыз. Иықты тігеміз, одан кейін подкладтың иығын тігеміз. Мына жерде кішкентай ғана мынандай жең болады. Осылай тігіп шығамыз. Арасы 4 сантиметр сызып, астына синтефон қойып, түзу сызықпен тігіп шығамыз. Осылай түзу сызықпен бәрін тігіп шығамыз. Тігісін тіктім. Енді бір-біріне беттестіріп, астары мен үстіңгі бөлікті мойнын айналдыра тігіп шығам. 0,5 миллиметр етіп тігіп шығам. Мұны айналдырып тіктім. Енді аударамыз. Үтіктейміз. Мойнын айналдыра үстінен тігіп шығамыз. 2 сантиметр осылай сызып шықтым. Осыны қазір айналдыра тігем. Мұны тігіп шықтым. Шеттерін, подкладын қолмен тігіп шықтым. Косой бейкамен обработкасын жасайтын боламыз. Міне косой бейкамен обработка жасаймыз. Астар матасынан косой бейка қырықтым. 3 сантиметр осыны алып, қазір тігемін. Бір 0,7 сантиметр тігемді, аударып тігем. Мынау көрінетін косой бейка. Сыртына осылай көрініп тұрады. Мұны косой бейканы тігіп шықтым. Енді аударып, бүктеп, ары қарай осылай тігіп шығамыз. 0,5 бүктейміз. Осылай тігіп шығамыз. Осылай жіңішке 1 сантиметрлік косой бейка шығады. Осылай тігіп, машинкамен тігеміз. Жеңін тіктім. Ол жерде косой бейкамен, осылай косой бейкасы, мындай қаусырма тіктім. Міне жанын осылай көрініп тұрады. Бірін үстіне бірін қойып тіктім. Сонымен біздің жилетка дайын. Сау болыңыздар. Міне қыздар, осындай жилетка шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.